Сәлеметсіздер ме, студенттер? Сіздер бұл дәріске адам денесінің микрофлорасы туралы жаңа ұғымдарды білуге, микробиоманың не екенін және оның әртүрлі ауруларды диагностикалаудағы рөлін түсінуге келдіңіздер. Ескі достар деген кім? Қазіргі таңда біз тырысқаққа қарағанда қорқыныштылығы аз, жұқпалы ауруларға тап болдық. Бірақ мәселе мынада, бізбен бірге пайда болған микробтармен байланысын жоғалттық. Және онсыз иммундық жүйеміз дұрыс жұмыс істей алмайды. Немесе жай ғана жоғалып кетті. Көптеген маңызды микроорганизмдерді біз антибиотиктерді бақылаусыз қолдану арқылы кездейсоқ өлтіріп алдық. Бұл қазіргі заманғы проблема. Қазіргі заманда аллергия немесе аутоиммундық аурулар сияқты көптеген проблемаларды тудырып отыр. Біздің міндетіміз кем дегенде осы ескі достардың бір бөлігін қайтаруға тырысу. Неліктен біз микробиома диктатурасы туралы айтамыз? Себебі біз микробтар туралы жаңа нәрсені ашамыз, және олардың біздің өмірімізде үлкен рөл атқаратынын түсінеміз. Бірақ кейде біз оны түсінбей де қалып жатамыз. Қысқаша тарихқа тоқталайық. Микробиотаны зерттеу тарихы 3 ғасырдан асады. 1681 жылы Антон ван Левенгук нәжісте микроорганизмдерді тауып, асқазан ішек жолында әртүрлі микроорганизмдердің тіршілік етуі туралы болжам жасады. 1850 жылы Луи Пастер ас қорыту процесінде бактериялардың функционалды рөлі туралы теория жасады. Кох патогенді және пайдалы микроорганизмдерді ажырату әдістемесін жасады. Мечников 1888 жылы адам ішегінде ағзаға аутоинтоксикациялық әсер беретін микроорганизмдер кешені өмір сүреді деген теорияны негіздеді. Неміс ғалымы Альфред Нисе 1916 жылы алғаш рет дисбиоз терминін енгізді. 20 ғасырда 70 жылдарында Уголев ішек микрофлорасы туралы ілімге екінші тыныс берді. Заманауи түсінік бойынша микробиота дегеніміз қалыпты микрофлора, бұл сыртқы факторлардан туындайтын өзгерістер кезінде өздігінен қалпына келетін қосымша көп жасушалы метаболиттік белсенді орган болып табылады. Микробиота ие организммен симбиозды болатын микроорганизмдердің ұжымдық атауы. Микробиом дегеніміз генетикалық сипаттамасын құрайтын микроорганизмдердің құрамы. Бұл микробтардың өздері емес, олар өмір сүретін ортаға әсер ететін барлық микробтық гендер жиынтығын білдіреді. Микробтар симбионттар микрофлораның қалыпты құрамын қалыптастырып қана қоймай, гомеостазды сақтауға және реттеуге тікелей қатысады. Макроорганизмнің микроэкологиялық биоценозындағы тепе-теңдік жағдай болса, ол толыққанды денсаулықты көрсетеді. Заманауи ережелер тұрғысынан микробиоманы қалай қарастырады? Ол микробиотадан несімен ерекшеленеді? Микробиома термині алғаш рет 2001 жылы микробиотаның ұжымдық геномдарына қатысты енгізілді. Әр адамның микробиомасы әр адамға тән, және адам ағзасының өз гендеріне қарағанда ондаған есе көп жасушалар мен 100 есе көп гендерден тұрады. Микробиоманың салмағы дене салмағына байланысты және 1-2-ден 3,5 килограммға дейін болады. Адам ағзасын құрайтын жасушалардың 10% нақты адам жасушалары, ал қалған 90% адамның әртүрлі биотоптарында тұратын бактерияларға жатады. Микробиота өмірдің, денсаулықтың және аурудың әртүрлі жағдайларында адам ағзасының динамикалық жағдайына сапалы және сандық ауысуларымен жауап беретін ерекше орган болып табылады. Микробиотаның кейбір жалпы сипаттамаларына тоқталайық. Комменсализм. Бұл микробтар басқа ағзаға зиян келтірмей, бірақ соңғысы үшін пайдасыз болады. Мысалы, бактериялардың эпителиймен қоректенуі. Паразитизм. Бұл паразиттік серіктес, қабылдаушы серіктесті тіршілік ету ортасы немесе тамақ көзі ретінде пайдаланатын, қабылдаушы организмге белгілі бір зиян келтіретін бейімделудің бір түрі. Паразиттер облигатты және факультативті болады. Мутуализм. Бұл өзара тиімді қатынастар.
иесінің есебінен тамақтанатын микроорганизмдер оған пайдалы. Мысалы, витаминдерді синтездеп, ас қорытуға қатысады. Микробиота түрлері облигатты және факультативті. Облигаттыға бұл тұрақты, резидентті, индигенді, аутохтонды түрлер жатады. Ал факультативтіге кездейсоқ, транзиторлы және аллохтонды түрлері жатады. Бактериялар денеге біркелкі таралмайды. Микробтардың популяциясының тығыздығы да, құрамы да әр мүшелерде әртүрлі болады. Микробтық қауымдастықтар тіпті оң және сол қолдың саусақтарында, немесе тістер мен сілекейде әртүрлі болады. Микробиотаның маңызы: колонизациялық төзімділікті қамтамасыз етеді, спецификалық емес резистенттілікті қамтамасыз етеді, иммундық жүйенің ұйымдастырылуына, жетілуіне және жұмыс істеуіне ықпал етеді. Әртүрлі қорытуларға, су тұз алмасуына, метаболиттердің детоксикациясына, ақуыз көмірсулар мен май қышқылдарының алмасуына және антибиотиктер, дәрумендер, токсиндер өндіруге қатысады. Нормабиотаның функциялары: бірінші, фермент өндіру функциясы. Мысалы, лактобактериялар ішекте рак клеткаларының өсуін қолдайтын фенол ферменттерінің әсерін бейтараптандырады және сүт безі қатерлі ісігінің дамуына жол бермейді. Бактериялық протеазалар белоктар және пептидтерді амин қышқылдарына және пептидті қалдықтарға дейін гидролиздейді. Микроорганизмдер азот және көміртегі бар қосылыстарға липидтер алмасуына қатысады. Ішектегі мочевина метаболизмі микробтық уреазаға байланысты. Микробтар өт қышқылдарының рециркуляциясына қатысу есебінен холестерин мен билирубин метаболизміне әсер етіп, ішек перистальтикасын күшейтеді. Су, электролит және қышқыл сілтілі байланысты сақтайды. Синтетикалық функциясы: бифидобактериялар Б дәрумендерін, сондай-ақ олардың сіңуін қамтамасыз ететін амин қышқылдары мен ақуыздарды синтездейді. Лактобактериялар сүт қышқылын, лизоцимді, ликолинді, низинді, ацидофилинді түзеді және эшерихи коли иммуноглобулиндердің синтезіне ықпал етеді. Келесі қорғаныштық қасиеті функциясы: патогендік бактериялардың теріде және шырышты қабықтарда колонизациялануынан қорғайды. Аргинин, тианин, аспаргин қышқылы, сирин тамақтану аймағы үшін патогендік флорамен бәсекелестік тудырады. Келесі иммуногендік функциясы: бифидобактериялар овоальбуминге антидене түзуін ынталандырады. Лактобактериялар фагоциттер мен лимфоциттердің белсенділігін арттырады. Бифидо-лактобактериялардың санының көбеюі ішектегі қабыну процестердің төмендеуіне, перифериялық қандағы Б лимфоциттердің санының көбеюіне әкеледі. Макрофагтардың моноциттердің фагоциттарлық белсенділігінің күшеюіне, цитокиндер мен иммуноглобулиндердің синтезіне ықпал етеді. Адам үшін микробиотаның негізгі әсерлері: бұл барлық зат алмасу үдерістеріне қатысады, белоктық, майлық, көмірсулы алмасуларға және ас қорыту, астың сіңірілуіне, витаминдердің синтезделуіне қатысады. Детоксикация: бұл токсиндердің, канцерогендер мен аллергендердің организмнен шығарылуына әсер етеді. Және интеллект, иммунитет және психоэмоционалдық функцияларды реттейді. Биоқабықтар бұл жасушадан тыс полимерлі матрицаға батырылған фазалық бөлімнің бетінде орналасқан микроорганизмдердің сараланған топтары. Мультивидті биоқабықтардағы микроорганизмдердің әртүрлі түрлерінің өзара әрекеттесуі бір немесе бірнеше түрдің биомассасының өмір сүруіне және өсуіне ықпал етеді. Биоқабықтардағы микроорганизмдер биоциттердің қатысуымен, сондай-ақ қолайсыз жағдайларда өмір сүреді. Биоқабықтар бұл әртүрлі абиотикалық және биотикалық беттерге бекітілген микробтық қауымдастықтардың бір түрі. Бірінші кезеңде субстрат бетіне қоршаған ортадан микроорганизмдердің адгезиясы немесе сорбциясы жүреді. Екінші кезең жасушалар бетіне соңғы бекітілу болады, яғни фиксация деп аталады. Үшінші кезеңде жабысқан жасушалардың жеке кластерлері, микроколониялар пайда болады. Бұл кезеңде жасушалар белсенді бөлінеді, ал бөлінген матрица бүкіл колонияны бірге ұстайды. Сонымен микроколониялар біріктіріліп, күрделі үш өлшемді құрылымы бар жетілген биоқабық пайда болады. Ол мөлшері мен пішінін өзгерте алады.
Жасуша популяциясының өсуі кезінде аутоиндукторлар деп аталатын арнайы заттар жасушадан шығып, ортада жинақталады. Грамтеріс бактериялардағы хабаршы аутоиндукторлардың ролін N-ацетил гомосеринлактондар атқарады, ал грам-оң бактерияларда олигопептидтер атқарады. Грам-оң және грам-теріс микроорганизмдердің арасындағы сигнал беруге жауап беретін екінші типтегі аутоиндукторлар деп аталатын хабаршыларды бұл фуранозит, борат диэфир гомологтары атқарады. Дәрігерде туындайтын мәселелер. Биоқабықтағы микроорганизмдердің ұжымдық әрекет етуінің теріс жағы. Микробтық қоғамдастықты сырттан басқару қиын. Өйткені полимикробты ауруларды емдеу оңай емес. Екінші, пробиотиктердің көмегімен дисбиозды түзетудің қиындығы. Биоқабықтың ұжымдық иммунитетін құруы. Пробиотиктердің биоқабықтың ішіне кіру үшін пароль жоқ. Сондықтан олар тек бетінде қалады, яғни өтпелі кезеңде болады. Микроорганизмдердің мекендейтін биотоптары: тері, тыныс алу жолдары, асқазан ішек жолдары, несеп жыныс жолдары. Микробтар жоқ ағзаларға қан, лимфа, синовиалды сұйықтық, ми жолын сұйықтығы, ішкі органдар және плевралық қуыс жатады. Енді адам денесінің әр аймағының микробиотасы туралы аздап сөйлесейік. Бірінші, ауыз қуысы. Ауыз қуысында көптеген 300-ден аса микроб түрлері кездеседі. Биологиялық термостат ұғымына тоқталатын болсақ, биологиялық термостат дегеніміз қоректік заттардың болуы, жоғары ылғалдылықтың болуы, оңтайлы температураның болуы және ортаның реакциясының бейтарапқа жақын болуы осы микроорганизмдердің өсіп өнуіне қолайлы жағдай туғызады. Ауыз қуысында осы мына слайдта көрсетілген микроорганизмдер көптеп кездеседі. Тыныс алу жолдарының микрофлорасы. Бұл жерде сыртқы ортадан микроорганизмдердің түсуінің толық болмауымен сипатталады. Өйткені олардың көпшілігі мұрын қуысында қалып, біраз уақыттан кейін өледі. Жоғарғы тыныс алу жолдарының микробтық жүктемесі жоғары. Олар бактериялардың сырттан түсуіне анатомиялық бейімделген. Мұрынның өзіндік микрофлорасы бар. Оларға коренобактериялар, нейсериялар, кагулаза теріс стафилококктар, гемолитикалық емес және альфа-гемолитикалық стрептококктар жатады. Және келесі түрі бұл транзиторлы немесе уақытша түрі. Бұнда стафилококкус ауреус, эшерихи коли, бета-гемолитикалық стрептококктар қатысуы мүмкін. Несеп жыныс жолдары микробиотаға тапшы болады. Бұл жерде бүйрек, несепағар, қуық, жатыр стерилді болып табылады. Және анаэробтардың саны аэробтарға қарағанда әлдеқайда жоғары. Репродуктивті кезеңде грам-оң бактериялардың саны жоғарылайды. Менопауза кезінде грам-теріс бактериялардың саны артады. Екі жыныстың уретрасында стафилококктар, патогенді емес нейсериялар, дифтероидтар, сапрофитті трепанонимдар, стрептококктар, фузобактериялар, пептококктар және пептострептококктар көптеп кездеседі. Мұнда мен қынаптың микрофлорасына тоқталғым келеді. Қынаптың микробиоценозына бифидобактериялар, бактероидтар, энтерококктар, стафилококктар, стрептококктар, энтеробактериялар кіреді. Анатомиялық құрылымның ерекшеліктеріне байланысты әйелдер ер адамдарға қарағанда несеп жыныс жүйесінің инфекциясына көбірек бейімделеді. Бірнеше гигиеналық ережелер мен вагиналды микробиотаны қалпына келтіруге бағытталған пробиотиктерді мақсатты қолдану арқылы осы аурулардың алдын алуға болады, немесе қайталануын болдырмауға болады. Лактобациллалар патогендік микроорганизмдерге қарсы тұру арқылы сау жағдайды қамтамасыз етеді. Лактобациллдың жетіспеушілігі бұл мерзімнен бұрын босануға, бедеулікке, жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың немесе басқа да гинекологиялық қабынулардың болуына алып келуі мүмкін. Мұнда сіздер жалпы терідегі микроорганизмдердің колонизациялану сипатын көре аласыздар. Бұл слайдта теріде микроорганизмдердің колонизациялану аймақтары көрсетілген. Жалпы тері жасушалары үнемі жаңарып отырады, өйткені олар сыртқы орта факторлардың әсеріне қарсы тұрып отырады. Бұлардың бетіндегі қышқыл pH және бактериялар үшін тартымсыз фактор болып табылады. Әдетте терінің температурасы қалыпты дене температурасынан сәл төмен. Оның беті
сәл қышқыл және негізінен құрғақ болады. Ал бактериялардың көпшілігі үшін бейтарап pH керек және температура 33 градустан жоғары болу керек және жоғары ылғалдылық болу керек. Жалпы терінің микробқа қарсы қорғанысына эпидермистің мүйізді қабатының механикалық қаттылығы да жатады. Және лизоцим, ондағы лизоцим, pH тағы басқалар кіреді. Теріде кездесетін микроорганизмдер жекеменшік және өтпелі болады. Сіздерге асқазан ішек жолының микробиотасының сипаттамасы берілген. Өңеш микробиотасы ауыз қуысының микробиотасының құрамына сәйкес келеді және тағамның сипатына байланысты болады. Асқазан микробиотасы микроорганизмдерге тапшы, бұл стерилді камера болып табылады. Ол жерде лактобациллалар болуы мүмкін, жалғыз көктар, хеликобактерлер, бұлар гастрит және ойық жара ауруы кезінде болуы мүмкін, және ашытқы тәрізді саңырауқұлақтар немесе грам-теріс бактериялар кездеседі. Ішек микрофлорасы мукоздық және саңылаулық болады. Мукозды және саңылаулы микробиотасының негізгі айырмашылықтары: мукоздық ішектің шырышты қабығымен байланысады, ал саңылаулық шырышты қабықпен әсерлеспейді. Төменде көрсетілген диаграммада сіз ас қорыту жүйесінің әртүрлі бөліктеріндегі мукоздық және саңылаулы микрофлорасының микроорганизмдердің санын көре аласыз. Көріп отырғандарыңыздай, микроорганизмнің ең көп мөлшері ауыз бен ішекке тиесілі. Микробиота қызметтеріне қорғаныс, ас қорыту, детоксикациялық, антиканцерогендік, синтетикалық, генетикалық және холестерин және оксалаттарды алмасуын реттеу қызметтері жатады. Бұл слайдта аш ішек пен тоқ ішекте кездесетін жалпы микроорганизмдердің түрлері көрсетілген. Дисбиоздың жіктелуі: бұлар этиологиясы бойынша, орналасуы бойынша және зақымдану дәрежесі бойынша жіктеледі. Этиологиясы бойынша зеңдік немесе саңырауқұлақтық, стафилококктық және протейлік болады. Орналасуы бойынша олар ауыз қуысында, ішекте және қынапта орналасады. Зақымдану дәрежесі олардың лакта және бифидобактериялардың санының төмендеуімен, қалыпты ферментативті белсенділігі бар E. coli санының төмендеуімен және лактоза негативті E. coliдің ұлғаюымен және шартты патогенді микроорганизмдердің көп мөлшерде пайда болуымен сипатталады. Дисбиоздың себептері: оған созылмалы аурулар, антибиотиктер мен гормонды препараттарды ұзақ және иррационалды қабылдау, иммундық жүйенің төмендеуі, жасанды тамақтану, гипо және авитаминоздар, диетаның күрт өзгеруі, дұрыс тамақтанбау, стресс және экстремалды жағдайлар жатады. Біз дисбиозды диагностикалаудың екі бағытын қарастырамыз. Бірінші, биотоптың сапалық және сандық құрамын анықтау. Екінші, дисбиоз маркерлерін анықтау. Бірінші бағытта диагностикалауға біз бактериологиялық әдісті қолданамыз. Екінші бағытта биохимиялық әдісті қолдану арқылы жүзеге асырамыз. Дисбиозды емдеу тәсілдері: антибиотиктерді мүмкіндігінше тоқтату, дененің десенсибилизациясы, витаминдік терапия, селективті деконтаминация, бұл бактерияға қарсы препараттар және бағытталған әсер ететін бактерияфагтарды қолдану, иммунокоррекция жасау, пробиотиктер, пребиотиктер және синбиотиктер қолдану. Микробтық биопрепараттардың түрлері: бірінші, пробиотиктер, тірі микроорганизмдер және микробтан шыққан заттар. Нормабиота функциясын тұрақтандырып, оңтайландырады. Пребиотиктер, табиғи микробты емес препараттар. Бұлар нормабиотаның метаболикалық белсенділігін күшейтіп, селективті өсуді ынталандырады. Синбиотиктер, пре және пробиотиктердің ұтымды комбинациясы нәтижесінде алынған препараттар. Эубиотиктер, табиғи өнімдерді жүйелі пайдалануға негізделген, белгілі бір органдардың, жүйелердің немесе тұтастай ағзаның функцияларына реттеуші әсер етеді. Санитарлық микробиологияның кейбір мәселелеріне тоқталайық. Санитарлық микробиология қоршаған ортаның микрофлорасын, оның адам денсаулығына әсерін зерттейді. Эпидемиологтар мен гигиенисттер жүргізген зерттеулер судың, ауаның, топырақтың, тұрмыстық заттардың және тағы басқалардың қауіптілігін бағалауға мүмкіндік береді. Бүгін біз топырақ, су және ауаны қарастырамыз. Критерийлер ретінде біз санитарлық микроорганизмдер мен санитарлық көрсеткіштерді қарастырамыз. Топырақ. Топырақтың санитарлық микроорганизмдер. E. coli. E. coliді анықтасақ, топырақтың құрамынан бұл жаңадан фекальды ластануды көрсетеді. Егер Streptococcus facialis анықталса, онда соңғы фекальды
ластануды көрсетеді. Егер Clostridium perfringens анықталса, онда ұзақ уақыт бойы фекальды ластануды анықтауға болады. Енді санитарлық көрсеткіштер. Жалпы микробтардың саны дегеніміз бұл 1 грамм топырақтағы сапрофитті, термофилді және нитрификациялайтын бактериялардың жалпы микробтық саны. Perfringens титр. Perfringens титр бұл Clostridium perfringens тұлғалар табылған топырақтың ең аз массасы болып табылады. Коли индекс дегеніміз 1 грамм топырақтан табылған ішек таяқшасы тобының бактериялар саны. Судың санитарлық микробиологиясы. Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдеріне Е. коли жатады. Санитарлық көрсеткіштерге жалпы микробтардың саны. Бұл 1 мл судағы мезофилді бактериялардың санын көрсетеді. Коли титр. Кем дегенде ішек таяқшаларының бір өкілі бар судың аз мөлшері. Коли индекс дегеніміз 1 литр судағы ішек таяқшаларының саны. Ауаның санитарлық микробиологиясы. Санитарлық көрсеткіш микроорганизмдеріне Staphylococcus aureus және гемолитикалық стрептококктар жатады. Санитарлық көрсеткіш ретінде жалпы микробтар саны 1 метр куб ауадағы бактериялардың санымен сипатталады. Назарларыңызға рахмет.